Қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ойыншықтың тоқылуын көрсеткім келіп тұр. Биыл келе жатқан жылымыз жылқы жылы екен. Осындай ойыншықты сыйлыққа тоқыдым. Бұл ойыншығым кішкентай болып шықты. Қазір сіздерге көрсетейін. Ұзындығы 22 сантиметрдей, былайынан 11 сантиметр. Бұл ойыншықты кез келген жіппен тоқуға болады. Жіппен крючокке байланысты көлемі де әртүрлі болады. Қалың жіппен тоқсаңыздар үлкен болып шығады. Мен мынандай иран жіппен тоқыдым. 2 қабаттап алдым. Мынандай түсті қолдандым. Бұл менде детская пехорка. Бұнда 2 қабатты алдым. Осы 2 түсті қолдандым. 2,5 деген крючокпен тоқыдым. Бізге тағы қайшы керек. Сосын мындай 14 мм көзді қолдандым. Ал ендеше тоқуды бастайық. Ең алдымен ойыншықтың осындай 4 аяғын тоқып аламыз. Үшеуін тоқып қойдым. Біреуін қазір сіздермен бірге тоқитын боламын. Осындай қоңыр жіптен бастаймыз. Алдымен осылай шеңбер жасап аламыз. Енді осының ішіне 5 столбик без накида тоқимыз. Бесеуі. Енді мынаны жіпті тартамыз. Енді әр петляға 2 столбик без накида тоқып, әрқайсысына прибавка жасаймыз. Мінекей 10 петля болып шықты. Қатарды осылай басқа түспен белгілеп отырамын. Енді келесі қатарда 1 столбик без накида, келесіне прибавка. Осылай аяғына дейін тоқып келіңіздер. 1 столбик без накида, келесіне прибавка. Мінекей 3-ші қатарды тоқып болдық. Бізде қазір 15 столбик без накида. Келесі қатарда 2 столбик без накида, келесіне прибавка. Осылай айналдыра тоқып келіңіздер. 2 столбик без накида, келесіне прибавка. Мінекей 4-ші қатарды аяқтадық. Бізде қазір 20 столбик без накида қатарда. Енді 2 қатар 20 столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай 2 қатар тоқып келіңіздер. 20 столбик без накида. Мінекей мен 2 қатар тоқыдым. Бұл бізде 6-ші қатар. Енді соңғы петляда жіптің ақ түсін қосатын боламыз. Мына жерден қоңыр жіпті қиып тастасақ болады. Енді бір қатар 20 столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Келесі 8-ші қатарда 2 столбик прибавка жасаймыз. 1 столбик без накида, 2, келесін бір убавка жасаймыз.
Дәл осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Мінекей 8-ші қатарды тоқып болдым. Бізде қазір 15 столбик без накида. Енді келесі 9-ші қатардан 16-ші қатарға дейін 8 қатар 15 столбик без накида тоқып шығуымыз керек. Мінекей осылай 8 қатар 15 столбик без накидадан тоқып шығыңыздар. Енді келесі қатарда 1 столбик без накида. Одан кейін убавка, бір убавка жасаймыз. Бір столбик без накида, убавка. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Мінекей мен тоқып аяқтадым. Соңында осылай жіпті ұзынырақ қиып аламыз, себебі бұны тігетін боламыз. Ішіне мен мынандай синтефон қолдандым. Ішіне толтырып қойдым. Осындай енді 3 аяғын тоқып шығыңыздар.